Павлодарда тағы бір сатушысы жоқ дүкен пайда болды. Бұл жолға адал сауда саттық орны Павлодар мемлекеттік педагогикалық университетінде ашылды. Мұндай жоба жастарды жемқорлықтан ада болуға үйретеді дейді ұйымдастырушылар. Адал жол акциясын Павлодар мемлекеттік педагогикалық университеті де қолдап жатыр. Пединститутта ашылған сатушысы жоқ дүкенге келушілер қалаған затын алып, тек оның ақшасын арнайы орынға қалдырып кетеді. Әзірше дүкенде азық-түлік пен сусындар және кеңсе тауарлары сатылады. Десе де алдағы уақытта адал дүкеннің сөрелерінде өзге де тауарлар орын алмақ. Ең бастысы бұл жастарды адалдыққа үйретіп және жаман әдеттерден бойын аулақ ұстауға әсер етеді. Адалдық жерде жемқорлық та болмайды, ешқандай заң бұзушы да болмайды. Енді мынау мемлекеттік педагогик университеті ғой. Балаларды оқытатын әдейілеп арналған университет. Сондықтан биыл бітіретін, болашақта бітіретіндер, біздің болашақ ұстаздар өз ауылдарына келіп, өз қалаларына келіп, ертең өз мектебінде балаларға осындай шараларды көрсетіп, ертең осындай адалдықты егет деп айтамыз. Сатушысы жоқ дүкен үзіліс кезінде студенттердің тезірек ауқаттанып алуына ыңғайлы. Сөредегі көкөніс, сусындар мен басқа тағамдардың бағасы қолжетімді. Ал өздігінен есеп айырысып, қолма-қол сауда жасауға жастардың бойында ізгі қасиеттерді қалыптастырмақ. Өзіңнен баста ұранына үн қосқан алғашқы студенттердің қатарында Болатбек пен Мадина да бар. Парақорлыққа және де жемқорлыққа өте қатты соққы болады. Өткенде бұл жерде өзінің адамның ұятын оята отырып, және де басқа да адамдармен қарым-қатынас болмағандықтан адам өзіне сауалнама қойып, осы науқан бойынша өзіне тексеріп, осы келер болашаққа өте керемет ықпал береді деген ойдамын. Ғабит Мүсірепов айтқандай, адалдық дегеніміз ол адам өзі алданса алданар, бірақ өзге ешкімді алдамас дейді. Сондай мақсатта бүгінгі біздің Павлодар мемлекеттік университетінде осындай іс-шара өтіп жатыр. Бұл дегеніміз жас ұрпақтың ертеңгі күнде адал еңбек етуіне, қоғамда адал қызмет атқаруына үлкен үлес қосады деп ойлаймын. Жалпы мұндай дүкендердің көбі Еуропа елдерінде кездеседі. Тіпті кей мемлекеттерде мүлде сатушысы жоқ супермаркеттердің бар екендігі де белгілі. Павлодар мемлекеттік педагогикалық университетінде ашылған сатушысы жоқ дүкен қаладағы екінші сауда орны. Зұлқарнай Ермұратұлы, Ерлан Омашев, Ертіс ақпарат.